We got something in common that I know you won't. But we're so different. I speak Swedish, you don't. A secret. Талай қыздардың арманы, өз ісінің шебері, көрсең көзің тоймайтын. Жоқ, мен өзім туралы емес, Dyson туралы айтып отырмын. Бүгінгі біздің обзорымыз нәзік жандарға ұнайтынына сенімдеміз. Бірақ жігіттер сендерде қарап қойыңдар, керек болады. Dyson, қалайсың? Dyson, сен маған ұнайсың. Өзің қандайсың? Соны біз қазір білетін боламыз. Бүгін менің қолымда Dyson Coral HS03 тұр. Ең бірінші ескерту, бұл шаш үтігі емес. Біз оны шаш түзеткіш деп білеміз. Бірақ ол шашты тек түзетіп қоймай, бюролап және әртүрлі шаш үлгілерін жасай алады. Мен өзімнің еркек басымен қыздарға арналған заттар туралы обзор жасағаным біртүрлі көрінуі мүмкін. Бірақ мен қыздар үшін бәріне дайынмын. Және де өзімде де ұзын шашым бар ғой. Сол үшін кет. Қораптың ішінде мынадай тірегіші бар. Бұл тірегішпен Дайсонды қуаттауға да болады. Мынадай магнит сынымен өте ыңғайлы әрі жеңіл. Басты ауыртып керек емес. Тіпті парковка жасаудан да жеңіл қыздар. Dyson Coral HS03 түзеткіші тез әрі жылдам шашыңызды ретке келтіреді. Шаш сандеу процесін жеңілдететін оның жұмсақ пластиналары. Ең бастысы шашқа кері әсерін тигізбейді. Мен бұрын осы қыздарға таңғалатын едім. Өздерінің шаштарын бояйды, бюролайды, үтіктейді, шаштар түсіп қалмай ма деп қорқатынмын. Бірақ қазір шүкір, техника дамыған сайын денсаулыққа да көңіл бөлінеді. Шаш түзеткішін құрастыру барысында Dyson компаниясы осындай құралдардың басты кемшіліктеріне тоқталған. Көптеген түзеткіштер қатты қызу барысында шашты түбімен жұлып немесе күйдіріп тастайды. Ал осының алдын алу үшін ағылшын бренді өзінің жұмсақ пластиналарын патенттеп алған. Егер бір жерге асығып өшіруді ұмытып кетсеңіз, уайымдамаңыз. 5 минут бойы жұмыс атқарылмайтын болса, Dyson өз температурасын төмендетеді. Ал тағы 5 минуттан кейін сөнеді. Оған қоса дыбыстық сигналы бар. Осы гаджетпен ұзақ қолдану үшін оған күтім керек. Оның қызуы сәл басылғаннан кейін дымқыл емес, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Авиарежим функциясы болғандықтан кез келген жерге қабын салып қойып, саяхаттай аласың. Қолыңа достауға ыңғайлы немесе жүкке де салуға болады. Одан бөлек сыртқы қабы ішінде жүреді. Оны ыстық түзеткіштің астына да төсеп қоя аласыз. Суығанын күтпей, шашыңызды дұрыстап болған соң, бірден салып алып, кете беруге болады. Оның матасы арнайы осындай ыстыққа арналған. Күймейді, жанбайды, қорықпаңыз. Авиарежимнің қосқанына өз басым қарсымын. Қыздардың онсыз да соншама жүктері бар еді, енді осы да қосылды. 2-3 күнге баратын жерге неге соншама сөмке тасиды десем, осы екен ғой. Ал енді Дайсонның басты артықшылығына келейік. Ол сымсыз жұмыс жасай береді. Оның өзінің жұмыс жасау уақыты 35 минут. Толық зарядтау үшін 60-70 минут қажет. Бірақ егер сіз маған 35 минут жетпейді, үлгермеймін десеңіз, онда сымын қосып жұмыс жасай беріңіз. Ең жақсысы заряд сымының ұшы 360 градусқа айнала береді. Шаш сандеу барысында өзіңе ыңғайлы етіп бұрай бересің. 35 минут жұмыс барысы деген оның қызуына байланысты. Егер қатты ыстық температурамен шаш үлгісін дайындасаңыз, 35 минут аз болуы мүмкін. Сондай-ақ, ол шашыңыздың қалыңдығы мен ұзындығына да байланысты. Дайсонның ұйымдастырушылары 5 рет тоқтамастан шаш сәндеуге болады дейді. Сыртқы дизайны әдемі әрі қарапайым жасалған, ешқандай артық нәрселер жоқ. Егер сіз Дайсонды бүктегіңіз келсе, осы батырмамен қолданасыз. Және де блоктан қайтадан шығаруға болады. Көріп тұрғаныңыздай қосып сөндіретін батырмасы және де мына екі батырмамен температурасын өзгертуге болады. Жалпы Dyson тез қызады, ал қолға алғаш рет алған кезінде сәл ауырлау сезіну мүмкін. Өйткені оның ішінде өзінің батареясы және қыздыратын бөлшектері орналасқан. Бірақ сәлден кейін оғанда қол үйреніп кетеді. Ең бастысы шаршамайсыз. Басты панелінде шағын OLED дисплей бар. Бұл жерде қызу деңгейі көрсетіледі. Ыңғайлы батырмаларының арқасында өзіңізге қажетті қызуды таңдайсыз. Қызу деңгейінің 3 түрі бар. 165, 185 және 210 градус. Осының арқасында бұл гаджет ұзын әрі жұқа және қалың мен қысқа шаштарға келе береді. Бұл техникаға барлық қыздар неге ғашық дейтін сұраққа тағы бір жауап айтайын. Оған себеп жұмсақ пластиналар. Бұл пластина мыс пен марганецтің қорытпасынан дайындалған. Түсінікті тілмен айтқанда, бір рет қысып өтуіңіз жеткілікті. Себебі мына пластина шашты шашыратпай бір орында сақтай алады. Сонымен қатар 2 есе тез жұмыс атқарады. Соған байланысты шаштың бұзылуы да 2 есеге азаяды.
Бұл әлемдегі ең бірінші жұмсақ пластинасы бар шашқа арналған түзеткіш. Енді Dyson-ның бағасы 259.990 теңге. Я, қымбаттау, келісемін. Адамдардың айту бойынша Dyson-ның кемшілігі осы, бағасында. Бірақ ең бірінші орында тұрған компания ең жоғарғы бағасында қоя алады деген ойдамын. Одан бөлек, осы гаджетті шығару үшін Dyson $173 миллион жұмсаған. Енді осы жұмсаған ақшаны қайтарғысы келеді ғой. Сондықтан дұрыс түсіндіңдер. Ал сендермен болған Технодом Каз. Шаш адамның көркі, ал өздеріңізге күтім жасауды ұмытпаңыздар. Біздің видеоға лайкты бас, астында комментарий қалдыр, және де егер қоңырауға бассаң, келесі видеомызды бірінші болып көресің. Сау!